Құрметті қазақстандықтар, бүгін 26 мамыр 2026 жыл. Біз бүгін Марат Жыланбайдың қорғаушымен Көкшетау қаласындағы облыс прокуратурасына келдік. Дәл қазір уақытта Марат Жыланбайдың қорғаушы облыс прокуратурасының бірінші заммен кездесуге кірді. Қазір кіріп шыққасын барлық мән-жайды айтып беретін болады. Сондай-ақ алдағы келе жатқан 29 мамыр 2026 жылдың біз Степногорск қаласындағы номер 4 мекемеге барамыз. Марат Жыланбайдың қал жағдайын білуге. Өздеріңіз білесіздер, 4 қаңтардан бастап Марат Жыланбайға әлі қорғаушылар кірмей жатыр. Бір емес бірнеше қорғаушымен барған болатынбыз. Соған байланысты дәл қазір біз прокуратураға кірді. Қорғаушы қазір кіріп шыққасын барлық мән-жайды айтып беретін болады. Сондай-ақ құрметті қазақстандықтар, бізге сіздердің қолдауларыңыз ол өте маңызды. Ол әрине қаржылай қолдау, ол біздің жолымызды көтереді. Сондай-ақ қорғаушыға төлейтініміз бар, тағы да көптеген затқа бізге қаржы өте маңызды. Марат Жыланбайға бостандық талап етеміз. Алға Қазақстан!